Мен көлікпен жүрмін. Тез ақ жетіп аламыз. Жақсы болды ғой. Бүгінгі күн үшін рахмет. Бұл қандай иіс? Бөтен қыздікі ғой. Сенен басқа әйелдің иісі шығып тұр. Жоқ, мен тек жұмыстағы коллегаларды үйіне апарып тастадым. Болды. Шынымен солай ма? Әрине. Саған өтірік айтып қайтем. Сенбесең Бекадан сұра. Подружка, жағдай осындай. Не істеймін? Күйеуім маған өтірік айтып жүрген жоқ па? Егер ол кешке дейін жұмыста қалса, телефонын саған көрсетпесе, төсекте суып кетсе, онда бұл күдікті. Мүмкін. Ол шынымен менен біреумен кездескенін жасырып жүрген болар. Бүгін бастықтың туған күні еді. Тек жігіттер келеді, әйелдерді шақырмады. Жақсы, бара ғой. Өтініш. Өтірік болмасын. Мен саған сенгім келеді. Сен бүгін тек меніксің. Бір түн ештеңе болмайды. Міне осы жерде екен. Сен де телефон арқылы осындай мультфильм жасап, күніне 50 мыңнан тапқың келеді ме? Онда біздің инстаграмды тауып алып, жекеге плюс белгісін жібер.